Barşаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет пончиктің рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Пончиктің құрамына қосылатын заттардың барлығын осы видеоның астында описание бөліміне қалдырамын. Және де үстіне қантымызды салып, қантымыз ергенше венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Және де қалған заттарымыздың барлығын үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Сары май ерітілген, сұйық май қосамыз. Бір жұмыртқа. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бір шай қасық қамыр қопсытқыш, яғни разрыхитель қосамыз. Бір шай қасық ашытқы қосамыз. Менде құрғақ ашытқы. Енді үстіне ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Ұндарыңызды електен өткізген дұрыс, себебі қамырымыз енді қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың жұмсақ болғандығы маңызды, сонда пончигіміз өте жұмсақ болып шығады. Қамырымызды илеп алдық. Осылайша жұмсақ қамыр иледік. Енді қамырымыз көтерілгенше жарты сағатқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Осындай пакеттің көмегімен немесе майлықпен бетін жауып жылы жерге қоямыз. Қамырымыз ашып шығыпты. Мінекей, бір сағатта. Енді алып кішкене қолымызды майлап аламыз, себебі қамырмен жұмыс істеу оңайырақ болады. Осылай қамырымызды алып аламыз. Екі бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен домалақып жайып шығамыз. Алдымен осылай қолымыздың көмегімен дөңгелекше қып жасап аламыз. Кішкене майлап жібереміз сыртын. Бізге ұнның қажеті керегі жоқ. Қамырымыз жабыспайды, жақсы жайылады. Қамырымызды жайып алдық. Тура бауырсақтың қамырының қалыңдығында жаямыз. Одан жұқа болмауы қажет. Енді арнайы форма болмағандықтан менде осындай бокалдың көмегімен дөңгелек қылып кесіп шығамыз. Қамырларымызды осылай домалақ кесіп алдық. Енді осындай тақтайдың үстін кішкене майлап жібереміз. Кішкене майлап жіберіп, осы домалақ қылып кескен пончиктерімізді қоямыз. Бетін жауып 20 минутқа кішкене көтерілгенше қоямыз. Минут өткен соң қамырларымыздың бетін ашып, көтерілген, жақсы. Енді ортасын осындай кез келген қақпақпен кесіп аламыз ортасын. Мінекей қамырларымыздың ортасын осылай
kesip aldık. Жаңағыдай мындай қақпақтың көмегімен. Енді ыдысымызға май құйып пісіріп аламыз. Жақсылап екі бетін қызартып. Ыдысымызға майды құйдық. Қызып қалыпты. Енді қамырларын салып жақсылап пісіріп аламыз. Пончиктерімізді осылай майға қуырып алдық. Енді бетіне шоколадты массамызды дайындаймыз. Яғни шоколад пен сары майды ерітіп аламыз. Шоколадты массамыз дайын болды. Енді пісірілген пончиктерімізді осы шоколадқа батырып аламыз. Пончиктерімізге шоколады жағып болды. Бетін әсемдеу үшін осындай жаңғақ немесе әртүрлі дәнектермен әсемдеуге болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай жаңғақты ұсақтап пончиктеріміздің бетін әсемдеп шықтым. Және де сгущенканы қолданамын. Осылай шығамыз әсемдік үшін. Беттерін әсемдеп болдық. Енді жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Бетіндегі шоколадтары қатуы керек. Жарты сағаттан кейін алып дастарханға ұсына беруге болады. Пончиктеріміз дайын болып шықты. Міне жарты сағаттан соң холодильниктен алдық. Өте пышный болып шыққан. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас.